Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен бірге әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге керемет пайдалы онлайн инструментті таныстырғалы отырмын. Ол үшін браузердің іздеу жолағына Stopwatch онлайн деп жазамыз. Яғни ең бірінші тұрған онлайн сызықша stopwatch.com деген сайтқа өтетін боламыз. Міне осындай терезе ашылады. Бұл сайтта көптеген рандомайзаторлар, таймерлер және сабақтарда қолдануға болатын барлық талғамға арналған сағаттар бар. Осыған дейін білім беру саласында жалпы рандомды кездейсоқ таңдау деген әдіс хитқа айналған болатын. Ал бұл сайтта ол рандомный әдістің түр-түрі бар және таймерлердің түр-түрі бар, оқушыларға мотивация беретін түрлі сағаттардың түр-түрі бар. Біз жоғарыға жаққа қарайтын болсақ, race timers, classroom timers, holiday timers, random night pickers, random number generators, sensor timers, clocks деп кете беретін таймердің, топқа бөлудің және кездейсоқ таңдаудың түр-түрі бар. Жалпы бұл сайтқа тіркелмей жұмыс жасай берсек болады. Ағылшын тіліндегі сайт, мышканың оң жағын басып перевести на русский деп өзгертіп алсақ болады. Кейбір жерлер түсініксіз болса, міне классные таймеры, праздничные таймеры, случайных имен выборщик, генераторы деген сияқты. Мысалы, гоночные таймеры дегенге барамыз. Осы жерде мысалы emoji race, яғни смайликтермен бірге жүгіретін таңдайық та, гонка смайлик дегенді таңдаймыз. Осы кезде төменгі жақта мына жерде минут береміз. Мысалы бізге 5 секунд деп қана берейік та. Сет дегенді басамыз. Сол кезде мына жерде старт дегенді басамыз. Мында музыка ойнап кетеді. Мында 4 оқушы ғана тұр. 4 оқушы өзіне смайликтерді таңдап алады. Енді старт дегенді басайық. Яғни бұл жерде 4 оқушы, мысалы 3-ші оқушы смайлигі жеңіп кетті. Мысалы қай топ жеңімпаз болады деген мақсатта пайдаланасыз. Енді өзіңіздің креативіңізге байланысты. Мысалы тағы гонкадан басқа classroom timersқа келейік. Біз әдетте тақтаға шығарып қоятын жай ғана сағатты ғана таңдаймыз. Мұнда мысалы egg timers дейді, орысшаға аударып алайық. И біз мұнда уақыт береміз. 5 секунд дегенді басамыз, сет дегенді басатын болсақ, и старт дегенді басатын болсақ, міне 5 секундта мысалы оқушыларға тапсырма берген кезде қолдансақ болады. И clear деп қоямыз. Топтық жұмыстарда оқушыларға уақыт арнаймыз ғой, сол кезде қолдансақ болады. Таймердің енді түр-түр бар. Мына жерде де таймер бар. Мынаны үстінен басамыз. Уақытты өзіміз таңдаймыз. Мысалы мен 2 секунд деп таңдаймын, сетті таңдаймыз, старт деп басамыз и не болды. И стоп. Мынаған кіріп көрейік та. Мысалы 2 секунд дегенді басып, сет дегенді таңдай, старт. Мында оңғы жарылады. Сабағымыз басталды деген сияқты сәтте қолдансаңыз болады. Мысалы сіздерге оқушылар айтатын жаңалығым бар сабақтың басында бастаған кезде. Енді айтатын кез келді деп осындай сияқты креативті әдісті қолдансаңыз болады. Енді жоғарыда қарайық, праздничный таймерді қарастырайық. Бұл мысалы мерекелік кезде мына таймерлерді қолдансаңыз болады. Мысалы жаңа жыл уақыты болды делік. Әсіресе бұл әдістер бастауыш сыныптың оқушыларына өте қызықты болады. Мысалы бізде қазір жаңа жылдық уақыт 3 секунд бересіз. Бастаймыз. Бұл жерде де 4 оқушы тұр. Настройкасына басып, мұнда оқушылардың санын смайликтерді 6-ға дейін ғана тек қана көбейте аламыз, өйткені қалғаны про версиясында. И сет дегенді басамыз. 6 смайлик дайын тұр. Оқушылар, мысалы 6 топқа бөлдік. Қай топ бірінші бастайды екен? Дайынсыңдар ма? Старт. Бастық. Музыканы бастаймыз. Осындай осы екінші мысалы 5-ші номерлі топ бастайды деген сияқты етіп ұйымдастырсаңыз болады. Келесіге кеттік. Случайных имен таңдау. Біз мына колесоны жаттап алдық. Ол енді бізге қызық емес, оқушыларға да қызық емес. Біз креативті бір түрін іздесек, мына бір түрін таңдайық. Ол бізде стена түріндегі таңдау болып саналады. Спин деп басамыз, настройкаға барамыз, оқушылардың барлығын аттарын өзгертіп аламыз.
Мысалы мен оқушыларды қазақша қойып қойдым. Енді басамызда start name kickers дейміз. Мында қазақша оқушылардың атауы шықты, spin деп басамыз. Бізге осындай етіп мысалы сабақ оқитын әдият деп таңдап береді. Continue деп келесі сабақ оқитынды жалғастырсақ болады. Енді әдеттегі кездейсоқ таңдаудан бұл ерекше көрінеді, басқаша бір вариантын іздеп жүрген ұстаздарға таптырмас құрал. Келесі кеттік, астына түсек. Осының астында да өте көп. Мысалы, волшебная коробка деген бар. Мысалы, оқушыларға бүгін бізде сиқырлы сандықша әдісі деген сияқты етіп басамыз. И мына оқушы сабақ айтады, немесе араларыңда бір оқушыға мен сыйлық беремін, сыйлық әзірлеп алып келдім. Оны қазір рандомды бірге таңдайық деген сияқты. Осындай ойын ойнатсаңыз, оқушылардың барлығы сабаққа деген белсенділік артады. Дәл сол секілді бұның да настройкасына барамыз да, мынадай етіп жаңағы оқушыларымызды қойып, и start name деп басып, оқушының біреуін таңдайды мұнда. Енді сіздерге мен көрсетейін, мына жерде генератор групп деген бар. Бұл жерде топтарға бөлсек болады оқушыларды. Мына шарикті таңдаймыз. Шарикті жарған кезде оқушылар топқа бөлінеді. Міне қарап отырсаңыз, мына настройкаға барамыз. Мына жерде оқушылардың аты жөндерін қойып аламыз. Мен қазір қазақша оқушыларды қойдым. Және оны қанша топқа бөлесіз? 2 топқа ма, 3 топқа ма деген сияқты. Мысалы, 3 топқа бөлек make groups дегенді басамыз. Бірінші топта, мысалы, Заңғар, Ақсындар, Ақжан, Аяла бар. Екінші топта, мысалы, Кәмшат, Іңкәр, Асыл, Айша бар. Келесі топта бізде Інжу бар. Сонда барлығын біз қарайық. Міне, барлығы 3 топта осындай сияқты адамдарға бөліндік деп, топтарға осылай етіп те бөлсек болады. Мына жерде group генераторстың ішіне келсеңіз, тек қана шар емес, сахна әдісімен, мынадай қалпақ киюмен, жаңағыдай сиқырлы қобдишар, гүлдің күлтешелері арқылы, кітаптың парақтары арқылы бөлсеңіздер болады. Өте сан алуан түрлері бар. Енді случайные игры деген бар. Мына жерде енді ойындардың түрлері бар. Мысалы, мына гүлді алып біз я жоқ деген ойынды ұйымдастырсақ болады. Мына жерде yes дейтін бассақ, жоқ дейді. Осылай оқушылар таңдай береді. Енді бұл сайттың бір ерекшелігі, барлық генераторлар өздеріңіз көргендей дыбыстық эффектілермен бірге әрленген. Оларды өзіңіздің қалауыңыз бойынша параметрлері арқылы өшіріп қосуларыңызға болады. Осылайша сіз бұл сайттың мүмкіндіктерін ешқандай тіркелмей, сатып алмай, тегін версиясында қолданып, сабақтарыңызға креативті бір әдіс ретінде енгізсеңіз болады. Сонымен әріптестер, бүгінгі ұсынған онлайн stopwatch сайтының мүмкіндіктерін қарастырдық. Видео пайдалы болса, лүпіл қойып, жақсы пікір қалдырып, әріптестерге бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.